Келесі тағы бір көрсететін зат, ол Media Explorer. Мен айтуға ұмытып кетіппін. Мысалға, менде сэмплдардың барлығы жесткий дискіде тұрады F. Сіздерде ашылған кезде F жұмыс істемеуі мүмкін. Сондықтан оны қалай істейміз? Мысалға, оң жағын басамыз, мышканың Remove Shortcut басамыз. Ал өзімізге керек папкалерді осы жерге шорткатқа жинау үшін, ол үшін, мысалға, мен F жесткий дискімді шорткатқа жасағым келіп тұр. Жесткий дискімнің оң жақ кнопкасын басам, мышкамен және Add to Shortcut листке барамыз. Автоматикалық түрде ашылады. Және қалаған папкалерді де жасауға болады. Мысалға, Complete папкасын салып көрейік. Add to Shortcut. Кіреміз. Complete папкасы тұр. Тағы да қайталап айтып кетейін мына жерде. Tempo Match All бар. Яғни сіздің сэмпліңізді немесе лупыңызды сіздің проектіңіздің BPM-не, темпіне қарамай түсе береді автоматикалық түрде. Ал егер онға қоятын болсақ, ол кезде сіздің сэмпл немесе луп автоматикалық түрде проекттің темпіне жалғасады. Бұл жерде сэмплдің дауысын жай қойып тыңдау немесе қатты қойып тыңдау. Жай қойсаңыз да, қатты қойсаңыз да, біздің сэмплдің немесе луптың волнасы өзгермейді. -26 қойып лупты тыңдайық. Егер осы лупты біз алып келетін болсақ, көріп отырғандарыңыздай, волна ешқандай да өзгермеді. Өшіреміз. Келесі бізде Tempo Match Half луптың темпін 2 есеге қысқартады. Ал егер Tempo Match Doubleға қоятын болсақ, керісінше 2-ге көбейтеді темпті.